Hoş geldinizler. Bugün әкеміз 60 жасқа толып, абыройлы міндеттен құрметті зейнетке шығып жатыр. Сіздерге көп рахмет. Осылай алтын уақыттарыңызды бөліп, адам сыйлағанның бол дейді ғой. Осы соңына дейін отырып, қуанышыңызбен бөлісіп жатсыздар. Көп рахмет. Көке, зейнет жасыңыздың ең тек қызығын көріңіз. Осы бізден ұлыңыз бен қызыңыздан тараған ұрпақтарыңыздың ортасында апа екеуміз аман есен отыра беріңіздер. Енді мен көкеге арнатып өзім ақын емеспін, бірақ өлең шығартқан болатынмын. Соны айтып берейін сіздерге, оқып берейін. Өмір ғажап арасында тарғылмың, сергелдегі сүйреседе сан қырдың. Көлеңкелі кездерінде күн келіп, алма кезі келер тағдырдың. Мен еркедім қызғалдақтай жайқалған, шұғыласын сіңіретін әр таңнан. Жалғыз қызы болғасын ба мәпелеп, әкем мені қызғанатын әр жаннан. Мен әкемнің махаббатын сіңірдім, падишасын толтырғандай көңілдің. Жерге түсірмей 7 жасқа келгенше кереметін көрсетіпті өмірдің. Менің әкем ақ көңілді жайдары, ешқашанда адамдықтан танбады. Бөліп жармай ұлыменен қызынан бірде көрді нағашымның балдарын. Ұзақ жылдар еңбек еткен ертеден ел алдында қызмет қып құрметті. Жақсы көрген жарсуаттай мекенін, бауырлары жүрегінде жанымен. Қамқор болу қолдан келсе барымен, аман есен жүрсін деймін жер басып, көңілдері жайдары боп сәнімен. Аға жеңгем сыйластығы ерекше, қолдауы да кей кездері демепте. 4 немерең, 4 құбылаң теңескен, есіміңді шығаратын белеске. Шауып жүріп шын ниеттен баптаған, аман болсын әкем менен анашым. Бірің дара, бірің елге данасың, бір-біріңе тіреу болып әрдайым. Жүріңдерші, жақсыларым жанасыл. Мен есейдім тәліміңмен, санаммен, көкесізден үлгі ғана аламмен. 4 жиенің құттықтайды сіздерді, жалғыз қызың, жалғыз күйеу балаңмен. Ой, тамаша. Құрметті той қонақтары, қош келіп жатырмыз. Енді тойдың соңына, енді тойдың ақыры болған ғой. Сондай тойдың ақырына жақын